Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгінгі сабақта біз PDD-Test.kz сайтының сұрақтарын талқылайтын боламыз. Міндетті түрде біздің YouTube парақша, Instagram, TikTok парақшамызға тіркеліңіздер. Ал бастайық. Жеңіл автокөлік жүргізушісі осы жағдайда бұдан әрі қозғалысты жалғастырады. Оң жақ жолаққа ауысып, жылдамдықты төмендетеді. Тротуардың қасына тоқтайды дейді. Ал қалай ойлайсыздар, достар? Оның дыбыстық сигналы жоқ, сондықтан біз жауап А болады. Бұдан әрі қозғалысты жалғастырады. Егер де дыбыстық сигналы болса, онда жылдамдықтарыңызды азайтасыздар, назар аудару керек болады. Автомагистраль бойынша велосипедтер мен мопедтерге жүруге рұқсат етіледі ме? Біз білгендей, автомагистральда бізде егерде жылдамдығымыз 40-тан төмен болса, жүруге тыйым салынады. Мұнда жаяу жүруге, велосипед, мопед жүруге тыйым салынады. Және де оқу көлік құралымен жүруге тыйым салынады. Сондықтан жауабымыз тыйым салынады дейміз. Дәл осындай сұрақ келеді, мұнда мотоциклмен жүргізуге бола ма дейді. Әрине мотоциклмен болады, себебі мотоциклдің жылдамдығы 40-тан жоғары болады оныкі. Суретте көрсетілген жағдайда жолдағы шұңқырдың салдарынан аспа бөліктеріне соғылып қалмау үшін дейді. Сонда сіздер осындай кезде көбісі жауап береді, сол жақтан айналып өтеміз дейді. Себебі мұнда жол таңбасы жоқ дейді. Әрине олай да болады, бірақ мұнда жауабы екінші болып келеді, міне Б болып. Толықтай дұрыс оқыңыздар, қараңыздар. Қарсы жолаққа шықпай, жолдың кедір-бұдыры бойымен абайлап қозғалуды жалғастырыңыз дейді. То есть осы кедір-бұдырмен өтіңіз дейді. Өйткені қозғалыс бағытында көріну шектеулі дейді. То есть қарама-қарсы көлікті көре алмай мүмкінсің дейді. Қарама-қарсы көлік кеп қалса, уже соқтығысқа ұшырайсыңдар. Сондықтан жауабымыз мұнда Б болады. Өте қиын сұрақтың бірі, көбісі сол жақтан айналып өтеді дейді, бірақ толықтай оқып шығыңыздар, достар. Мопедті басқару құқығы мыналарға жеткен адамдарға беріледі дейді. Ол бізде 14, 16, 18 жас дейді. Негізі мопедпен 16 жастан бастап сіздер жүргізулеріңізге рұқсат. Жауабымыз 16 дейміз. 125 кубтан жоғары болса, онда А1 деген категорияны алу керексіздер. Бір уақытта жолақ ауыстыру кезінде кім жол береді? Жүк автокөлік жүргізушісі, жеңіл автокөлік жүргізушісі. Достар, комментарияға дұрыс жауабын жазыңыздар. Осы сұрақтың жауабын көрейік. Көбісі дұрыс жауап бере ме, дұрыс жауап бермей ме? Келесі видеода міндетті түрде жауабын жазып жүрем. Сіздерді кішкене тексерейік, дұрыс жауап бересіздер ме, дұрыс жауап бермейсіздер ме? Мотоциклді басқару кезінде тіке жүруді жалғастыруға рұқсат етіледі ме? Белгіге қараймыз. Механикалық көлік құралдарға жүруге тыйым салынады. Механикалық дегеніміз кімде моторы бар, қозғалтқыш күші бар. Соларға жүруге тыйым салынады. Бізде мотоциклда қозғалтқыш күші бар ғой, сондықтан тыйым салынады деп жауап береміз. Көрсетілген жерде елді мекендерде аялдауға рұқсат етілген бе? Жауаптарын оқып жіберейік. Тек жолаушыларды отырғызу мен түсіру үшін рұқсат етілген, тыйым салынған, рұқсат етілген. Толықтай оқыңыздар, мұнда елді мекенде деп тұр. Сондықтан елді мекенде екі жақты жүріс жолында егерде жол таңбасы үзік-сызық болса, онда сіз оң жақта және сол жақта аялдауыңызға рұқсат етіледі. Сондықтан жауабымыз рұқсат етілген дейміз. Егерде мұнда тұтас таңба болса, тұтас сызығы, сплошной дейміз ба, сол кезде тек оң жақтан ғана тоқтайсыздар. Тіркеп сүйреу арқылы сүйретіліп келе жатқан жеңіл көлікпен
адамдарды тасымалдауға рұқсат етіледі ме? Әрине рұқсат етіледі. Мұнда жауабымыз А болады. Көрсетілген қай траекториямен жеңіл автокөлік жүргізушісі солға бұрылады? Мұнда көрдіңіз бе, ақпараттық белгі. Егер де белгі болса, онда сіз Б траекториясымен бұрыласыздар. Егер де ақпараттық белгі болмаса, онда сіз А траекториясымен бұрыласыздар. Сондықтан жауабымыз бізде Б болады. Достар, осы тестті алғыларыңыз келсе, қазір жеңілдік бар. 4500 теңге 2 айға беріледі. Сондықтан описанияда сілтеме бар, сол арқылы тіркелулеріңізге болады. Скидка алу үшін міндетті түрде менің WhatsApp-ыма жазыңыздар. Мен сіздерге өзім доступты ашып берем. WhatsApp-қа хабарласыңыздар. Берілген белгілердің қайсысы кері бұрылуға тыйым салмайды? Так, қараймыз. Бірде бізде кері бұрылуға болмайды, екіде кері бұрылуға болмайды, үште кері бұрылуға рұқсат, қай жерде солға деп тұр, сол жерде кері бұрылуға болады. Төртте тыйым салынады, бесте әрине тыйым салынады, алтыда сіздерге тек солға бұрылуға тыйым салынады, бірақ кері бұрылуларыңызға рұқсат. Сондықтан 3 пен 6 болады дұрыс жауабы. 3 пен 6 мін. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне кері бұрылуға рұқсат етіледі ме? Жол белгісіне қарайық. Әрине бір жақты жүріс жолы аяқталды, сондықтан сіздерге кері бұрылуға тыйым салынады. Техникалық жағдайына сәйкес жылдамдығы 40 км сағатынан төмен көлік құралының автомагистральда жүруге рұқсат етіледі ме? Жаңағыда алдында айтып едім автомагистраль жайлы. Егер де 40-тан төмен жүрсеңіздер, автомагистральда жүруге тыйым салынады. Жауабымыз Б. Бұрылыс шамдары ақаулы болған жағдайда маневрді бастамас бұрын дейді. Бір сөзбен айтқанда, сіздердің бұрылыс көрсеткіштерін істемеген кезде сіздер не істейсіздер? Тоқтай саласыздар ма? Әлде қандай әрекет жасайсыздар? Әрине, сіздер қолмен көрсетесіз. Жүргізуші қолмен белгі береді дейді. Міне жауабымыз Б болады. Келесі сұрақ, қан тоқтататын жгутты қолдану уақыты. Ол бізде жауабы А болып келеді. Жаттап алыңыздар достар. Жазда 1 сағат, қыста 30 минут аспайтын уақытқа дейін. Қиылыста солға бұрылған кезде ақ автокөлік жүргізушісі қандай кезекпен өтеді екен? Енді қиылысқа қарасақ, бұл тең мағыналы қиылыс, оң жақтағы көлік басымды болып келеді, сондықтан біздің жауабымыз соңғы болып өтеді. Міне. Бірінші қара, қызыл, содан кейін бар ақ өтеді. Қызыл автокөлік жүргізушісі солға жүрген кезде, енді назар аударыңыздар, бағдаршамында трамвайда бізде жүруге тыйым салынады. Егер де үстіндегі осы ақ түс жанса, онда жүруге болмайды. Егер де тағы да қосымша астынан жанса мына арада, онда трамвай барлық бағытта жүре алады. Трамвайға жүруге болмайды, бізге жүруге рұқсат қызыл көлікке, сондықтан жауабымыз мұнда қызыл автокөлік жүргізушісі солға жүрген кезде трамвайға жол беріп қиылыста соңғы болып өтеді, трамвайға жол бермей қиылыстан өтеді. Сонда жауабымыз Б болатын. Дұрыс жауабы. Жеңіл автокөліктің жүргізушісіне реттеушінің осы тұрысы солға бұрылуға рұқсат береді ме? Тағы да реттеушіге қарап өтек, оң қолы алдыға созылған, біз кеудесіне тек оңға бұрылуымызға болады, бірақ ол екінші жолақта тұр. Сондықтан әрине тыйым салынады дейміз мұнда. Себебі ол солға бұрыламын деп отыр. Менде видео бар, егер де YouTube'да плейлист дейді, соған кіріп қарап көріңіздер. Реттеушінің сигналдары бар, көрсеткем, түсіндіргем.
Қараңыздар. Қара автокөлік жүргізушісіне оңға бұрылу мақсатында осылайша жолақ ауыстыруға рұқсат бар дейді. Әрине, тыйым салынады, ол алдын ала жолаққа көшу керек еді. Сондықтан жауабымыз Б болады. Сіздерге емтиханда осындай жеңіл сұрақтар көп кездессін. 2 және одан көп көлік құралын тіркеп серуге рұқсат етіледі ме? Әрине, мұнда жауабымыз тыйым салынады. Жол белгілерінен кейін аялдауға рұқсат етіледі ме? Енді белгіге қараймыз, достар, мұнда тыйым салу белгісі, аялдауға тыйым салынады. Және де астында қосымша белгі тұр, ол бізде тура бағытта және біздің бағытта тоқтауға, аялдауға тыйым салынады. Сондықтан біздің толық жауабымыз Д болады. Достар, бүгін менде осымен видеоны тоқтаттырам. Достар, осымен бүгін видео бізде. Достар, сіздерге бір жарнама айтайын. PDD тест KZ сайтында қазір көптеген жеңілдіктер болып жатыр тесттер бойынша. Жеңілдікті алу үшін менің WhatsApp номеріма жазыңыздар. Есімім Адлет болады. Жақсы, сау болыңыздар.